Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мағжан Жұмабаев өмір жолымен және шығармашылығымен танысатын боламыз. Оның ішінде Батыр баян поэмасымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта меңгерілетін білім Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығының тарихи әлеуметтік негізі қандай. Ақынның өмір жолына тоқталатын болсақ, Мағжан Жұмабаев 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысында қазірде өзінің атымен, есімімен аталатын ауылда дүниеге келген, орташа ғана дәулетті отбасында тәрбиеленген, ауыл молдасынан, одан кейін ауыл мұғалімінен сауатын ашқан. Деректерге сүйенетін болсақ, ақынның алғашқы өлеңі Абайға арналады. Себебі Абайдың шығармашылығымен сусындап өскен ақын өзінің алғашқы тырнақалды өлеңін Абайға арнайды. Атақты ақын сөзді алтын хәкім Абайға деп айтады. Қарап өлеңдерін зерттейтін болсақ, Абайдың стиліне өте ұқсас келеді. Сонымен қоса ақынның шығармашылығы, міне өздеріңіз көріп отырғандай, Шолпан өлеңдер кітабы, яғни бірнеше өлеңдері осы кітапқа енген өлеңдер жинағы, педагогика кітабы, қазақтың менталитетіне, қазақтың салтына, әдетіне, ойлауына сай ғып жазған педагогика кітабы бүгінде өте құнды кітап болып саналады. Қазақи тәрбиенің маңыздылығы жөнінде көп айтады бұл кітабында. Сонымен қоса өлеңдері өте көп, әртүрлі тақырыпта жазылған өлеңдері. Қарап отырғандарыңыздай, бүгінгі Батыр баян поэмасы бүгінгі біздің талдайтын поэмаларымыздың бірі. Жалпы бұл бүгінгі сабақта біз осы Батыр баян поэмасы туралы сөз қозғайтын боламыз. Алдымен бұл поэмаға арқау болған кейіпкер 18 ғасырда өмір сүрген Баян Қоса Болатұлы. Бұл аңыз шығарма болып келгендіктен, бұның кейіпкері кәдімгі өмірде болған кейіпкер, бүкіл өмірін қазақтың тәуелсіздік жолындағы күреске арнаған ержүрек батыр, өзінің батырлығымен Абылай ханның ерекше құрметіне бөленген, қазақ жоңғар шайқастарына қатысып Батыр баян атанған. Батыр баян жөнінде деректі Мағжан Жұмабаевтың жаңағы біз қазіргі талдағалы отырған Батыр баян поэмасынан. Сонымен қоса Шоқан Уәлихановтың еңбектерінен өте көп кездестіруге болады. Тарихи деректерде Баян жоңғар шапқыншылығына қарсы күрескен қазақ батырларының ішіндегі шоқтығы биік болып көрсетіледі. Ал енді жалпы Батыр баян поэмасы не жайлы? Біз оны өздерің оқулықтарыңнан толық нұсқасын оқығанда өздеріңде танысып біле жатарсыңдар. Қазір мен қысқаша жалпы Батыр баян поэмасы не туралы екенін айта кетейін. Абылай ханның өз заманында аса жоғарғы бағалаған екі батыры болған. Соның бірі осы Баян батыр. Орта жүздің уақ руынан шыққан әйгілі батыр туралы аңыз да ақиқатта өте көп. Сондай бір аңызға негізделіп жазылған поэма Батыр баян. Қазақ поэзиясының інжу маржанына арналған поэманың авторы бүгінгі оқып отырған, танысып отырған шығармашылығымен Мағжан Жұмабаев. Бұл поэмада Баян батыр туралы айтылады. Аламандықта белгілі бір шайқаста Батыр баян бір сұлу қалмақ қызды тұтқынға алады. Баян қалмақ қызына ғашық болып, бірақ қыздың оған деген сезімі болмағандықтан жауап болмайды. Яғни жауапсыз махаббат болады. Қалмақ қыздың есімі Құралай. Бұл қыз Баянды емес, оның інісі Ноянды жақсы көреді. Сөйтіп екеуі қыздың отанына, яғни қалмақтың еліне қашып кетпекші болады. Батыр баян бұл істі туған жерді сату деп есептеп, оларды жаңағы қашып бара жатқан жерінен қуып жетіп, Құралай мен Ноянды өз қолымен өлтіреді.
Қызбалықпен жасалған істен кейін Баян өз ісіне өкініп, екеуін бірге жерлейді. Осыдан кейін Батыр Баян Абылай ханның рұқсатын алмай, қасына 100 жігітті ілестіріп, қалмақтарға аттанады. Сол соғыста Батыр Баян қайтыс болады. Жалпы бұл жырдың жазылу тарихы жаңа айтқандай Абылай ханның заманында орта жүзде Уақ деген елдің Баян батырның қалмақ қызына ғашық болуы, бірақ қалмақ қыздың оған деген сезімі болмай, керісінше оның інісіне деген сезімінің болуы, сөйтіп екеуі келісіп, жаңағы қалмақтың еліне қашпақшы болып келісуі, ол жаңағы екеуінің қалмақ қызы мен өзінің інісінің қашуы Баянға өте бір үлкен сатқындық секілді болып көрініп, өзінің інісін өзінің інісімен қоса қызды өлтіруі, бұл міне осы жағдай осы Батыр Баянның поэмасының жазылуына себеп болады. Бұл аңызды 1921 жылы Мағжан Ташкентте Мұхтар Әуезовтің пәтерінде бір түн ұйықтамай отырып жазған екен. Жалпы бұл поэманың маңыздылығы қандай? Поэманы оқи отырып біз не нәрсені көре аламыз? Қандай құндылықтарды, жаңағы себеп, өзінің туғанын өлтіруге себеп болған отанына деген үлкен бір сүйіспеншілік. Бірақ қарап отырсақ, балалар, бұл жаңағы Баянның бұл ісі әлемге шекті, бүгінгі күнге дейін жауабын нақты таппаған үлкен бір сұрақ. Яғни Баянның бұл ісі дұрыс па, бұрыс па дегенді әркім әртүрлі топшылайды. Бұл жерде жаңағы жастықтың, албырттықтың, сезімнің сезім адамды соқыр ететіндігі туралы, ақылға салып ойланбағандығы, ашу мен ақылдың, сана мен сезімнің таласын көре аламыз. Көзсіз ерлікті көре аламыз бұл шығармадан. Баянның ісі қызғаныш па, әлде Баянның інісінің өзінің отанын сатып, сезіміне ерік беріп, қалмақтың қызымен қашуының әрекеті дұрыс па, бұрыс па, өзінің отанын сатқандығы Баянның ашуын тудыруына себеп болды ма деген секілді сұрақтар қазіргі кезге дейін бәрімізге бұл құпия болып қалады. Бірақ оқырмандар өз нұсқаларын беріп, өз сөздерін дәлелдейді. Көп адамдар Баянның ісі екі жақты. Яғни, қарап отырсақ, балалар, расымен де Баянның ісі екі жақты. Яғни, ол өз інісін өлтірмесе, Баян негізінен жасы келіп қалған батыр болатын. Және де өзі де қалмақ қызына көрсетпесе де, сол қалмақ қызына өлердей ғашық болған ғашық адам. Бірақ оның өз бауырын, бұлайша айтқанда, өз тұяғын өлтіргендігі озбырлы, қатыгездікті айқындап тұр. Поэма өзінің сюжеттік жағынан эпостық жырларға өте ұқсайды. Яғни бұл жерде эпостық жырлар дегеніміз батырлар жыры, біз әдебиеттен білеміз. Яғни бұл жерде Мағжан керемет ел аузынан естіген миф аңызды өзінің ақындық шеберлігімен тамаша поэма етіп жазып алады. Трагедиямен аяқталған бұл поэма Мағжан поэзиясының биік асқар тауы болып табылады. Реалистік негізде жазылған поэманы Мағжан табиғатпен, яғни сол кездегі табиғат әсемдігімен бізге әсерлі жеткізе алды. Бір қарағанда қызықты сюжеті бар бұл поэма тек тарихты баяндап тұрғандай. Әрине, Мағжан ақын тек тарихты жырлап қоймай, сонымен қатар ерлікті, еркіндікті көрсете білді. Керемет символистердің бірі болған Мағжан поэмасының арқылы, бұл поэма арқылы біз көп тарихтан сыр шерте аламыз.